Қайырлы кеш баршаңызға. Жазып қойсам, ертегі тыңда балақай. Баршаңызға қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Рахмет. Рахмет әріптестер. Рахмет достар. Ертегі тыңдауға дайын болсаңыздар, біз ертегімізді бастайық. Баршаңызға тағы да қайырлы кеш тілеймін. Сіздермен бірге бүгін Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының әртісі Оралбай Гаухар Оралбай қызы сіздерге ертегі оқып береді. Құрметті біздің оқырмандарымыз, біздің достарымыз, және кішкентай көрермендер, жақсылап жайғасып, қолымызға телефонды алып, ертегі тыңдайық. Өздеріңіз білесіздер, біздің осы бір елде болып жатқан жағдайға байланысты тікелей эфирімізді бастағанымызға біраз болды. Енді бүгінгі кезек маған да келіп отыр. Енді менің бірінші ертегім Бұлбұл, Жарқанат және Қарақұрт деп аталады. Бұрынғы өткен заманда гүл бәйшешегі жайқалған жалпақ бір аңғарда таңдайынан күй төгілген әнші бұлбұл болыпты. Өз тұқымының ішінде одан асқан әнші болмапты. Орманда да одан асқан әнші болмаған екен. Жалпақ аңғардағы орманды аралап, ағаштан ағашқа қонып, күні түні тыным таппай сайрайды да жүреді екен. Мүлгіген тауды, қалғыған орманды өзінің әсем әнімен тербетіпті. Таңды солай сұлу әнімен қарсы алады екен. «О, құдіретті күн!» дейді бұлбұл. «Көк шапағыңды жалпақ аңғарға, жайқалып жандансын дала, жайнасын жалпақ өңір, сен бар жерде өмір бар, сен бар жерде тірлік бар, бақыт та, шаттық та сенің мөлдір шұғылаңда, түнекті түріп, қараңғылықты серпілтіп, бүкіл әлемге жарық сәулені себелейтін құдіретті күн өзіңсің!» деп ән айтып, таң алдында саңқылдай жыр төгеді екен бұлбұл. Осылай таң атып келе жатқанда шалқыған әуен жасыл аңғардың үстінде қалықтап ұшып жүреді. Сол маңдағы құстар мен аңдар, сықырлауық қанатты көбелектер, қыпша бел инелік, гүл шырынын іздеген бал арасы және ызылдақ шіркей бұлбұл әнімен бірге оянып, күнделікті әрекеттеріне құлшына кіріседі екен. Сөйтсе де, осы аңғардағы бір жартастың қосын, қараңғы үңгірді бір жарғанат мекендейді екен. Сол жарғанат әлемді даусымен тербеткен бұлбұлды өлердей жек көріпті. Таң сазала бергенде бұлбұл әні естілсе болды, өзінің қапас үңгіріне кіріп алып, «Уа, үнің өшкір, үнің өшшін, көмейіңе тас тығылсын!» деп өршелене қарғайды екен. Ал бұлбұл
таңның нұрын, күннің шапағын жырға қосып, шаттық әнін шырқай беріпті. Жарықтан қорқатын Жарғанаттың қолынан не келеді? Қараңғы үңгірдің түбінде жатып алып, қараңғылықтың құшағы жақсы ғой. Ана бұлбұл сонда түсінбейді. Қызық өмір мына менің үңгірімде, деп күңкілдеп, іші күйіп отыра беріпті. Ал бұлбұлдың әні бұнымен тынбайды. Жарқыра күн нұры, жадыра кең дүние, деп бұлбұл осылай сұрыға беріпті. Қараңғылық құрысын, бұлт баспасын көк жүзін, деп әндете беріпті. Саңқылдаған бұлбұл әніне жалпақ аңғардағы барлық әнші құс үн қосыпты. Күндердің күнінде Жарғанаттың үңгіріне қарақұрт кіреді. Екеуі сырласады. Сонда қарақұртқа Жарғанат өзінің мұңын шағып жалыныпты. Айналайын қарақұрт, біз екеуміз дос едік қой. Мен мынау қараңғыны ұнатамын, ал сен біреудің қанын сорғанды жақсы көресің. Осы дүниеде сенің уыңнан шошымайтын жан жоқ. Сен шақсаң, таудай түйенде құлатасың, депті. Жарғанаттың мақтауына елдіген қарақұрт, маған не қыл дейсің, депті. Сонда Жарғанат айтыпты. Өзің үнін естіп жүрген шығарсың. Осы аңғарда бір зар жақ бұлбұл бар. Тәпті ұйқы бермейді. Даусы әбден мезетті. Соның даусын естісем, мына тұла бойым дірілдейді. Құртшы соның көзін жойшы. Мына мүлгіген қараңғыда тыныш өмір сүрейікші, деп жалыныпты Жарғанат. Бұлбұлдың әсем әні топас, залым қарақұрттың құлағына кіріп те шықпайды екен. Жарғанат жалынып, жалбарынып тұрған соң, Жарғанаттың тілегін жерге тастамапты қарақұрт. Жарайды, шағайын, бұлбұлдың көзін жояйын, деп уәде беріпті. Содан кейін ағаш бұтағында сайрап отырған бұлбұлға келіпті қарақұрт. Мұны көріп, бұлбұл ойланып қалыпты. Бір ойды ойлаған қарақұртқа бұрылып былай депті. Уа қарақұрт, тыңда мені. Мен өмір бойы жер бетіндегінің бәріне жақсылық жасап келемін. Ойлағаным ізгілік, жырлағаным жақсылық. Ажалым сенем бе? Кім білсін? Олай болса, өлер алдында саған да бір жақсылық жасайын. Тақыр жерде тырбаңдап жүріп, бұл өмірде не көрдім дейсің? Ендеше, ұста менің құйрығымнан. Мен сені аспанға алып шығып, мынау жалпақ аңғардың тамашасын көрсетейін. Сенің өміріңде есіңнен кетпейтін болады, депті бұлбұл. Бұған қарақұрт келіседі. Содан бұлбұлдың құйрығына жабысып отырып алады. Бұлбұл қанатын жайып жіберіп, биікте самғайды. Жалпақ аңғардың үстінде шарлап жүріп, таң нұры мен күн шапағын әнге қосып сайрай береді. Құмыр бұлбұлдың әсем әні қарақұрттың да тас жүрегін жібітеді. Балдай тәтті әсем әнге балқып отырған қарақұрт байқаусызда бұлбұлдың арқасынан аунап кетеді. Құлдырай құлап, жердегі тасқа соғылады да мылжа-мылжасы шығады. Сөйтіп, арамза
Жарқанат пен қара құрттың ойлары іске аспапты. Жарқанат өз үңгірінде күңкілдеп жата беріпті. Ал Құмыр бұлбұл осы күнге дейін таң нұрын, күн шапағын жырға қосып, тынбай сайрап келеді екен. Міне қымбатты достар, біреуге ор қазба, өзің түсесің деген осы. Бір-бірімізді сыйлай білейік, бір-бірімізді құрметтей білейік, бір-біріміздің сенімімізді ақтай білейік. Мінекей, қымбатты достар, қымбатты оқырмандар, менің бірінші ертегімде аяқталды. Естеріңізге тағы да сала кетейін. Сіздер Алақай театрының тікелей эфирін, ертегі тыңда Балақай атты тікелей эфирін тамашалап отырсыздар. Сіздермен бірге мен Алақай қуыршақ театрының әртісі Оралбай Гаухар Оралбай қызы. Енді біз екінші ертегімізді бастайық. Біздің екінші ертегіміз орыс халқының ертегісі үйшік деп аталады. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оны қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: "Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім тұрады?" деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Содан тышқан бос үйшікке кіріп қараса, ішінде ешкім де жоқ екен. Содан тышқан сол үйшіктің ішіне кіріп, сонда тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңынан секіріп бақа келеді. Ква-ква-ква, сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар? "Мен тықырлауық тышқанмын, ал сен кімсің?" дейді тышқан. Сонда бақа: "Ква-ква-ква, мен бақылдауық бақамын" дейді. Сонда тышқан: "Бақашық, кел ендеше, бірге тұрайық" деп шақырады. Бақа бақ-бақ деп бақылдап, үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі теп-тез тіл табысып, достасып, бірге тұрады. Енді үйшік қасынан ытқып-ытқып қоян өтіп бара жатады да, үйшікті көріп қалып: "Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. Сонда тышқан: "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын, ал сен кімсің?" деп сұрайды бақа. Мен қорқақ қоянмын" дейді қорқып қоян. Сол кезде тышқан айтады: Қоян, ендеше кел, бізбен бірге тұр, бірге тұрайық" дейді. Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезені қағады. "Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды түлкіше. Сонда тышқан: "Мен тықырлауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." Мен қорқақ қоянмын, ал сен кімсің?" деп сұрайды қоян. Сонда түлкі: "Мен қу түлкімін" деп жауап береді. Сол кезде тышқан: "Түлкішек, ендеше кел, бәріміз бірге тұрайық" деп түлкіні үйіне кіргізіп алады. Үйшіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болады.
Сөйтіп бір кезде үйшікке айналасына алақ жұлақ қарап, тілі салақтап, қасқыр келеді. Ол есікті қағады. Қарылдаған даусымен: "Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды қасқыр. Мен тықырлауық тышқанмын, дейді тышқан. Квак, 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 квак. Мен бақылдауық бақамын. Ал мен қорқақ қоянмын. Ал мен қу түлкімін. Ал сен кімсің? деп сұрайды түлкі. Мен сұр қасқырмын, дейді қасқыр. Сонда тышқан: "Қасқыр, ендеше кел, бірге тұрайық", дейді. Солай қасқыр қысыла-қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай үйшікке бесеуі де сыйып кетеді. Барлығы қосылып, ән айтады, би билейді, тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін құлағымен естіп қалады. Жайлап жақындап, үйшікке келіп, бар даусымен айғайлайды: "Ей, сүп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар?" деп ақырады аю. Үйдің ішіндегілер қорқып кетеді. Тышқан: Мен тықырлауық тышқанмын. "Квак, квак, квак, мен бақылдауық бақамын." Мен қорқақ қоянмын. "Ал мен қу түлкімін." "Ал мен сұр қасқырмын. Ал сен кімсің?" деп сұрайды қасқыр. "Мен қорбаңбай аюмын. Мені үйлеріңе кіргізесіңдер ме?" деп сұрайды аю. Сол кезде тышқан: "Жарайды, ендеше үйге кіре ғой, бірге тұрайық", деп шақырады. Аю ары тырбаңдап, бері тырбаңдап үйге кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенмен денесі үйге сыймайды. Денесі кіргенмен басы сыймайды. Солай амалы таусылған аю: "Жарайды, достарым. Ендеше мен үйшіктің шатырына шығып тұрайын. Рұқсат па?" деп сұрайды. Сол кезде қасқыр айтады: "Ойбай, жоқ, сен дәусің ғой." Түлкі: Сен кішкентай үйшігіміз, сені көтере алмайды." Тышқан: Ойбай, қиратасың ғой, деп шырылдайды. Сол кезде аю: "Қорықпаңдар, түк те болмайды", деп олардың сөздеріне құлақ аспайды. Содан кіп-кішкентай үйшіктің тұрғындары тышқан, бақа, қоян, түлкі, қасқыр жарайды деп келіседі. Содан аю қорбаңдап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, үйшік ары қозғалып, бері қозғалып, сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр барлығы да аман есен үйден қашып шығып үлгереді. Шығып олар бірақ аюға ренжімейді. Тышқан айтады: "Ештеңе етпейіз, достар. Ендеше бірігіп қайтадан барлығымыз сиятын үй салайық", дейді. Солай барлығы қайта бірігіп үй салуға кіріседі. Әндетеді,
Достар бірге жүреміз, бірге ойнаймыз, күлеміз, үйді бірге саламыз, міне біздер қандаймыз деп қуанып, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа үйшік тұрғызуға кірісіп кетеді. Осылайша достар өздеріне әп-әдемі, жап-жаңа, кеп-кең, үлкен үйшік салып алыпты. Ең бастысы, салған үйлеріне аю да сыйған екен. Міне достар, досы көпті жау алмайды деген осы. Міне қымбатты оқырмандар, қымбатты біздің Алақай театрының көрермендері, Ақтөбе қаласының тұрғындары, осымен менің ертегім аяқталды. Сіздерге жақсы күндер тілеймін. Кішкене комментарийлерге көңіл аударып кетейін. Рахмет сіздерге, рахмет баршаңызға. Мынау бір індеттен аман құтылайық. Енді еліміз бекіткен, еліміз айтып жатқан заңдарға құлақ түріп, үйден шықпауға тырысайық. Осы дүрбелең жағдай еліміздің басына келген бір індет, осы міне үйден шықпай отыруымызды талап етіп отыр. Сол себептен үйден шықпай отырсақ, осы бір індеттің алдын алып, жұқтырмауына, жұғып кетпеуіне біз өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Сол себептен үйде отырып, кітабымызды оқып, сабағымызды жақсы оқып, ата-аналарымызды тыңдауға тырысайық. Сіздермен бірге болған мен Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының әртісі Гаухар Оралбайқызы ертегі тыңда Балақай атты тікелей эфирді аяқтайды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз күнде сағат 19:00-де сіздерді асыға күтетін боламыз. Сөздің соңында айта кететінім, қымбатты оқырмандар, қымбатты біздің кішкентай көрермендер, егер сіздердің өздеріңіз қалаған, өздеріңіз тыңдағыларыңыз келген ертегілеріңіз болса, біздің осы Алақайдың парақшасына, Алақайдың дайрегіне сол ертегіні жазып жіберсеңіздер, біз сіздердің ұсыныстарыңызды құба-құп алып, сіздерге сүйікті ертегілеріңізді оқып беруге тырысамыз. Рахмет. Мен сіздерге қайырлы кеш тілеймін. Баршаңызбен жақсы күнде кездесейік. Қош сау болыңыздар. Рахмет. Баршаңызға рахмет. Завершить видео, да? Чик. Рахмет. Поделиться в историю, да?